Сәлем достар, біз бүгін өте жұмсақ болып шығатын муравейник дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Лопаткамен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Оның үстіне қаймақ саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тестамыз дайын, енді оны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан тестамызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Осындай болып пісуі қажет. Кремін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне вареная сгущенканы құямыз. Миксермен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Крем осындай болып шығуы тиіс. Кремнің үстіне барлығын осылай үгітіп шығамыз.
Барлығын үгітіп шыққаннан соң қасықпен жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға салып шығамыз. Қасықпен немесе қолмен пішінін жасаймыз. Муравейнигіміз дайын, жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамда жоғарыға белгілеп кеттім, тіркеліңіздер.